Енді есептің екінші бөлігін жалғастырайық. Есептің екінші бөлігінде осындай құрамындағы күкірт элементінің массалық үлесі 34,96% болатын олеумдегі СО3 пенен H2SO4-тің массалық үлестерін анықтау керек. Ол үшін олеумды шарт түрде СО3 пенен күкірт қышқылынан түзілген деп санаймыз. СО3 қосылған H2SO4 көбейтілген СО3. Бұл да шарт түрде құрамын. Енді дәлірек айтатын болсақ, бұлай жазуға болады. X моль, Y моль, X, Y деп те жазуға болады. Ал енді бізде мына олеумдегі күкірттің массалық үлесі ол берілген омега С 34,96%. Мұнда күкірт бар, мұнда күкірт бар, мұнда күкірт бар. Демек, күкірт бойынша материалдық баланс теңдеуін құруымызға болады. Ол үшін біз әрқайсысында күкірттің массалық үлестерін табуымыз керек. Ол үшін бізге молярлық масса керек. Мынау 80 грамм моль. Мынау болады 98 грамм бөлінген моль. Енді мына СО3-тегі күкірттің массалық үлесін есептейік. Омега 1 деп есептейік. 1С тең болады. Күкірттің массасының СО3 массасына қатынасы. Оны молярлық массамен ауыстыруға болады. МС бөлінген МСО3 тең болады 32 бөлінген 80 болады 0,40. Сол сияқты екінші күкірт қышқылындағы күкірттің массалық үлесін есептейік. Омега 2 деп белгілейін. Ол да молярлық масса, күкірттің молярлық массасын бөлемін күкірт қышқылының молярлық массасына. Тең болады 32 бөлінген 98. Есептесек 0,3 жуықтап алғанда 0,327 болатынын білемін. Енді күкірт триоксидінің массасын М1 деп белгілесек, күкірт қышқылының массасын олеумдегі М2 деп белгілесек, екеуінің қосындысы мынау олеумдікі 100 деп алатын болсақ, онда бұлай материалдық баланс теңдеуін құруға болады. М1 омега 1 қосылған М2 омега 2 тең болады М3 омега 3. М1 көбейтілген 0,40 қосылған М2 көбейтілген 0,327 тең болады 100 көбейтілген 0,3496 есептің шарты бойынша. Енді біз М2-ні немесе М2-ні 100 минус М1 немесе М1-ді 100 минус М2 деп алуымызға болады. Бұл жерде көбейтуге ыңғайлы болғандықтан М1-ді 100 минус М2 десек ауызша көбейтуге болады. 0,40 қосылған 0,327 М2 тең болады 100-ны көбейтіп жіберсек 2 тұрып 10-ға 34,96. Енді жақшара ашатын болсақ 140 көбейтсек 40 минус 0,40 М2 плюс 0,327 М2 тең болады 34,96-ға. Енді біріктіретін болсақ, ауызша есептеуге болады.
0,40-тан 0,3-ге жете алатын болсақ 0,073 минус баратын. 0,40 болғаннан кейін минус. Ал 40-ты мына жаққа жіберсек ол да минус болады. Ол да 5,04. Олай болса, бұлай жазуға болады. 5,04 тең болады 0,073 М2-ге. Бұдан М2 тең болады 5,04. Енді мен бұлай жаза салайын. Бөлеміз 0,073-ге. Сонда шығады 69 грамм. Бізден сұрап отыр СО3-тің массалық үлесін. Олай болатын болса, мен мына жаққа жалғастырайын. СО3 тең болады 100 грамм минус 69 грамм 31 грамм. Бізден сұрап отыр олеумның тегі СО3-тің массалық үлесін. Омега СО3 тең болады формально МСО3 да М олеум. Тең болады 31 бөлінген 100 көбейтілген 100%. Сонда болады аның өзі 31%. Демек, жауап қалай болады? Құрамындағы күкірттің массалық үлесі 34,96% олеумдегі СО3-тің массалық үлесі 31%.